Мен нөмір 3 мектеп гимназиясының 8 сынып оқушысы Бексұлтан Ақерке. Бүгінгі алып келіп отырған жобам «Жақсылық керуені» номинациясы. Бұл жобаның басты мақсаты адамдарды қайырымдылыққа, мейірімділікке баулу және жақсылық жасаудың маңызын көрсету. Міндеттері адамгершілікке, жанашырлыққа насихаттау және жақсылықты қоғамдағы рөлін түсіндіру. Әр адамды қолынан келгенше ізгі істер жасауға шақыру. Өзектілігін айта кетсем, қазіргі қоғамда мейірімділік пен жанашырлықтың маңызы зор. Көмекке мұқтаж адамдарға қолдау көрсету әрбір адамзаттың борышы. Егер әр адам жақсылық жасаса, әлем мейірімді бола түседі. Адам баласын игі істерге бастайтын ізгі жүректі қалау жақсылық. Жақсылық күллі тіршіліктің тұтқасы. Адам баласы дүниеге келген соң алған тәрбиесі мен өмірлік тәжірибесі арқылы жақсылық пен жамандықты ажыратып, саналы түрде таңдау жасайды. Жаны ізгілікке құмар жан әрқашан жақсылықты өзі жасап, өзгеден де соны күтеді. Мейірімді қолмен мейірімді жүрекке акциясы аясында ауданымыздың қарт тұрғындарына көмек қолын созған болатынбыз. Жақсылық деген сөзді естігенде адамның ішіне еріксіз күлкі үйіріледі, жүрегі жылулыққа бөленеді. Жеке өз басым жақсылықты мейірімділік, адамгершілік пен шын жүректен бақыт сыйлау деп санаймын. Көңілі дархан, жанашыр, адал жандар әрқашан көмек қолын созуға дайын. Алайда қазіргі кезде зұлымдықтың көбеюі мейірімді жандардың азайып бара жатқанын байқатады. Қорытындылай келе, жақсылық жасау үшін бай болу немесе оны жария ету шарт емес. Бастысы шын жүректен риясыз көмектесу. Қолдауға, мейірімге мұқтаж жандар жетерлік. Неге оларға қолымыздан келгенше көмектеспеске? Әр адамның жақсылық жасауға мүмкіндігі бар және оның қайтарымы міндетті түрде еселеніп қайтады. Жақсылық жасауға атсалысып, жақсылық жасауды әдетке айналдырайық.